Мынау көк түтіннен көз ашпаған Алматы қаласының көрінісі. Жыл сайын Қазақстанда ауаның ластануынан 10 мыңнан астам адам қайтыс болады. Ал ауаның лас болуы ел экономикасын қанша миллиард долларға шығынға батыратынын және Қазақстанның қоршаған ортаны қорғауға қанша миллиард жұмсайтынын білесіз бе? Қазір бар жоғы 1 минуттың ішінде түсіндіреміз. Бірінші бұл тақырыпты қозғауға және тексеруге не түрткі болғанын түсіндірсек. Ежегодно загрязнение воздуха становится причиной свыше 10 тысяч преждевременных смертей и обходится экономике Казахстана более чем в 10,5 миллиардов долларов США. Депутат Динара Шүкіжанова мәжілісте ауаның ластануы жөнінде проблеманы көтерді. Расымен Дүниежүзілік банктың дерегінше жыл сайын Қазақстанда 10 мыңнан астам адам ауаның ластануынан қайтыс болады. Есепке сәйкес бұл Қазақстан экономикасына шамамен 10 миллиард доллар шығын әкеледі. Ойлаңызшы, 10 миллиард доллар. Тағы бір факт, Қазақстан қоршаған ортаны қорғауға жыл сайын кем дегенде 200 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсайды. 2021 жылы бұл сома 416 миллиард теңгеге жеткен. Қазіргі жағдай осы. Видео ұнаса лайк басып, өз қалаңыздағы экология мәселесі қалай болып жатыр, соны пікірге жаза кетіңіз. Видеоны достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі кездескенше.